армысыздар. Ислам религиясындағы белгілі бір терминдер бар. Сол терминдерді нақты орнықты айтуымыз керек. Өйткені тәңірші дініміздің терминдерін жамылып алғанда сонымен түсініксіз. Мысалға, исламда мұсылман деген сөз жоқ. Исламда муслим, мумин дейді. Исламда таңғы сәлятты азан оқымайды, олар тамут оқиды. Исламда мешіт деген сөз жоқ. Исламда жәми бар, оған жамағат барады. Исламда намаз деген сөз жоқ. Исламда сәлят деген бар, ас-сәлят оқиды 5 уақыт. Исламда ораза деген сөз жоқ. Исламда ас-саум ұстайды. Азанда сухырын ішеді, кешке ифтарын ішеді. Исламда жаназа деген жоқ. Исламда сәлят пен сәлаттың арқасында көміп тастайды. Исламда аруақ деген жоқ. Исламда жеті-желбек иіс шығармайды. Исламда 3-і, 7-сі, 40-і, асы, көкпар, ондай еске алу, бейсенбілік жоқ исламда. Ол бәрі тәңіршілдікі. Исламда садақа, зекет береді. Біз оны ораза дейміз. Исламда жаңағыдай маңдай терімен хаджға барады. Біз ата қонды бейтіне, мекеніне барып, бейт басына Құран бағыштаймыз. Исламда Құран деген сөз жоқ. Исламда хирани хирати кітаптары бар. Исламда пайғамбар демейді. Исламда расул, наби дейді. Тағысын тағы сөздер жетіп жатыр. Терминдерді нақты өз орнымен айтайық. Тәңірлік қазақи терминдерді біз өзіміз тәңіршілер айтамыз. Сіз исламист, нағыз муслим, мумин болсаңыз, альхамдулилля деп жүрген, онда өз терминдеріңізді пайдаланыңыздар. Өйткені хираятта жазған. Хираяттың әрбір сөзін, әрбір аяттағы, әрбір сүресіндегі әрбір сөзін Аллах илах түсірген нәбиге. Нәби деген аян арқылы Мұхаммед Расулға түсірген. Сол аян ретінде түсірілген әр сөзін ешкімнің құқы жоқ ауыстыруға. Онда сіз пенде бола тұрып, құл бола тұрып, қандай хақыңыз бар ол сөздерді, терминдерді өзгертуге? Тәңірлік қазақи терминдерді пайдалануға қандай құқықтарыңыз бар? Нағыз исламист, нағыз муслим, мумин болсаңыз, шарттарларыңызды, принцип, қағидаларыңызды дұрыс орындаңыздар.